Алаш қонған ақ боз үй бос қалды. Жасындай жарқ етіп қазақ көгіне күн болған, қараңғылық надандық атаулымен егесіп өткен алаш арыстары ұлт болмысы мен салт дәстүрін, құндылықтарын бағдар етіп, батыстың дамыған елдеріндей зайырлы, ғылым мен білімге негізделген мемлекет құруды аңсады. Алаштың ақмаңдай ақыны Мағжанның мына өлеңіне құлақ түріңіздер. Қарманбай қарап жатып бақ күтуге, ізденбей аласұрып тақ күтуге. Тағдырда бір тақтайда жазулы деп, әр іске кім үйретті шақ күтуге. Шарқ ұрып ерікке ұмтылған ұшқыр жанды, қайнаған тамырдағы ыстық қанда. Тұтқын ғып кім қамады, кім суытты, кім алды қалың қайрат күшті әлді. Кешегі арыстанды айбыны зор, жүректі жолбарысты қайраты мол. Айырып ар намыстан, күштен істен, кім қылды шала жансар, бір қорқақ қол. Ақылға жан жүрекке кісен салды, көрмейтін көзді қорғып артты алды. Үйретіп дін деп құлды қорқақтықты, қай қорқау бізге мола бола қалды. Ойламай қорқақ құлдың тіліне еріп, жай жатып тәуекелге тізгін беріп. Мінекей айырылдың ғой бақтан тақтан, қайтейін әсіресе есіл ерік. Осылай деп жырлаған қазақтың ұлы ақыны Мағжан қазақ даласына дін таратушы шала молдалардың саясатын ашып көрсетті. Дінді желеу етіп, қазақтың түп тамырын, рухани діңгегін шайқалтқысы келген Ресей империясының указной молдалары елді ерік жігерінен айырып, құлдық қамытын кигізуге ұмтылды. Хат танитын қожа молдалар шежірелерді өздерінен, тіпті араптан таратуға тырысып, ұлттық тарихты жоққа шығара бастады. Қазақтың түп атасы батыр түрік, арапсың деген сөздің түбі шірік. Пәленше сахабаның затысың деп, алдаған дін жамылған өңкей жүлік деп, Шәкәрім атамыз осы указной молдаларды айтып отыр. Орыс өкіметі патшаның кезінде татар молдаларды қаражат беріп, заң шығарып, қазақтың арасына дін насихаттауға жіберді. Бұл жерде миссионерлік дін тарату мақсатында жіберген, ашындап келгенде бұның астарында саяси астар болды. Расында Ресей императрицасы 2-ші Екатерина ислам дініне қолдау көрсету саясатын ұстанды. Себептері мынада еді. Біріншіден, патша үкіметі қазақтарды өз саяси уысында ұстау болды. Екіншіден, қазақтардың дәстүрлі дүниетанымын өзгертіп, өз тамырынан түп негізінен ажырату көзделді. Үшіншіден, бұл шаралар ат үстіндегі көшпелі қазақтардың жауынгерлік мінез құлқын едәуір жұмсартады деп ұйғарылды. 19 ғасырдың екінші жартысына дейін патша үкіметінің қазақ даласына ислам дініне байланысы медреселері мен мешіттер салынып, қазына есебінен діни кітаптар бастырылып, қазақтарға тегін таратуының мақсаты халықтың ақыл ой санасын дінмен шырмап ұстап, билеп төстеу пиғылы жатты. Мысалы, Татарстандағы ұлттық рух қарсылығының онша күшті болмауы Қазақстанға да осы нұсқаны алып келіп көшіру туралы идеясын тудырды. Сондықтан қазақ жерін христиандандырудан гөрі исламдандыра түсу маңыздырақ, әрі тиімдірек, әрі пайдалырақ болды. Себебі ислам діні басқа діндерге қарағанда қазақтарға барынша жақын. Өз тамырына балтар шабар ұғым түсініктерді аңқау ел тез қабылдай қоятын. Тек көз ашық Шоқан, Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп тәрізді ағартушылар өз тараптарынан бұған қарсы болды. Домбыра тарту, ән салу, өлең айту сияқты халықтың үйреншікті зауықтарына дейін күнә деп тыйғысы келген. Бірақ ұзын арқан, кең тұсауға қалыптанған қазақ шариғаттың тар тұсауына үйрене алмаған. Ахмет Байтұрсынұлы. Екатерина II 1785 жылы 25 қарашада арнайы қаулы шығарып, барон Игельстромға қазақ руларын татар молдаларымен қамтамасыз етуді тапсырды.
Нақты жұмыс 1789 жылы Уфа қаласында мұсылман діни басқармасының ашылуынан басталды. Молдалар онда Екатерина II шығарған Сібір халықтарын бөліп алдай билей бер жарғысын орындауға да машықтанды. Бір жағынан байлыққа қызыққан молдалар бай адамдарға жас қыздардың некесін шариғат арқылы заңдастырып беріп отырды. Бай мен кедей арасындағы әлеуметтік теңсіздікті өз мүдделеріне орай қолданып, ел арасына таптық бүлік салды. Олар Қазақ даласында Ресей үкіметіне тыңшылық қызмет атқарды. Мәселен, алғашқы мүфти Хусейнов Сырым Датұлының ұлт азаттық көтерілісін басуға тікелей қатысқан кісі болды. Жас толқынның тағдырына алаңдаған Мәшкір Жүсіптің үстінен дін адамдары шағымда жасаған екен. Атамыздың өмір сүрген уақытында осы Баянауылда мысалы бір бай адам қайтыс болса, соның күнәсін кедейге алып береді екен баяғы. Ана қайтқан кісінің қабірге көмбей тұрып, ішіне арқан салып, кедейге бір қолын ұстатып қойып, бір жағын сен осы кісінің күнәсін мойныңа аласың ба деп үш рет айтылады екен. Анау үш рет алады деп айтады екен. Біздің атамыз сол қашыққан ғой, мына кедей бейшара оның күнәсін екенін білмей тұр, өзінің күнәсін шашын басынан асады. Бұл ана беретін мал үшін айтып отыр, түсініп тұрған жоқ, бұл деп қарсы шыққан. Сонда біздің осы Баяннан молдалары Орынболға, орталыққа хат жазады. Бізде Мәшһүрдегі молда шықты, осындай дінді бәрін бұзып жатыр деп. Сонда ана жақтан хабар келеді. Егер ол солай дінге қарсы шығып бұзып жатса, бір жиында мойнына қойып дәлелдеп өлтіріңдер деген хабар келеді. Сонда атамызға бір жиында болады деседі, атамыз енді өз дінді жақсы біледі, бәрін жеңіп шығып, солай аман қалған деген. Қазақ қоғамындағы ислам дінінің тазалығы үшін Әлихандай арыстандай арпалысып өткен қайраткер жоқ деп батыл айтуға болады. Мысалы, тіпті ол бала күнінде 1889 жылы мына дала ойлаты кезінде, немесе ол кезде особое прибавление как Волинской областының ведомостями деп аталған, Әлихан сол қазақша, орысша жылғы мақалаларында сол қазақтың ортасына мынау Татарстаннан, Башқұртстаннан, немесе мына Орта Азиядан келген тәжік өтірік молдаларды барынша әшкерелеп, олардың өтірігін, олардың алаяқтығын бетіне басады. Сөйтіп қазақтың қоғамның арасына шалағазық молда болып келіп, ақырында шалаға қазақ болып еніп, молдалықтың арқасында әбден байып, енді болыстыққа таласқан татар, башқұрт немесе тәжік молдаларын айтып береді. Оларды сол кезде шала қазақ деген алғашқы түсін сол кезде 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында пайда болған екен. Мысалы, Әлихан шалдан дүмше молдалардың небір алаяқтық, арамтамақтық істерін беттеріне бастап айтады. Мысалы, ол таза қазақ, жүрегі таза, пейілі таза қазақтар дейді, сол сырттан келген арамтамақ молдалар жолдан бұрып алып кетті дейді. Мәселен, бір қазақ бір орыспен ұрысып қалса, сол орысты сотқа алып барғанда, ол қазақ қожа молдалардың алдауымен бұл өзінің сот үстінде өтірік сөйлеуге, тек ол басқа діннің өкілі болған үшін оған өтірік айтып, өтірік жауап беруге үгіттеген. Қазақ зиялыларының рухани жетекшісі Әлихан Бөкейхан 1906 жылы кадеттер партиясының орталық комитетіне мүше болып сайланды. Әлихан Бөкейханның «Мен кадет партиясынан неге шықтым» деген мақаласында алаштықтардың ұстанымы айқындала түседі. Алаш қайраткерлері сол 1905-1907 жылдары қозғалысын бастаған кезде бұлардың алдына қойған бірнеше стратегиялық мақсаты болды. Олар бірден Кенесары бастаған көтерілістің сәтсіз аяқталуынан бұлар үлкен сабақ алған. Демек, алып Ресей империясына, отаршыл Ресей империясына қарсы қарудың күшімен тойтарыс беру, сөйтіп тәуелсіздік алу мүмкін емес. Сондықтан бұлар ең алдымен рухани жаңғыру, мәдени жаңғыру арқылы, бұл айтқанда интеллектуалдық күреспен, саяси күреспен, бейбіт саяси күреспен өзінің ұлттық, өзін-өзі басқару құқына, басқаша айтқанда, бүгін тілмен алғанда, өзінің егемендігіне, тәуелсіздігіне бейбіт жолмен жетуді көздеген. Бұны алаш қозғалысының негізгі ұраны қазақты рухани, мәдени жаңғырту арқылы. Басқаша айтқанда, бүгінгі Қазақстанның мәдениетін жазу, сызу, жалпы мәдениетін қалыптастыру арқылы қазіргі заманға лайық заманауи мемлекет құру болды. 1905 жылы басталған қозғалыс 1917 жылы ұлы іске ұласып, алаш автономиясы құрылады. Сөйтіп бүгінгі Қазақстанның негізі іргетасы қалана бастады.
Алаш зиялыларының бірі Қошке Кемеңгерұлы өз естелігінде Әлихан Бөкейханұлы өз айналасындағы ат төбеліндей азаматтарды діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі деп жазады. Сол себепті Алаш автономиясы шаңырақ көтерген алғашқы күннен бастап зайырлы мемлекет құруға қадам басты. Әлиханның қазақ еліне істеген тарихи қызметі әдеби тіл тууына себеп болды. Өзіне ерген топты діни фанатизмге қарсы тәрбиеледі. Бұдан барып, татардан іргесін аулақ салған қазақ ұлты туды. Қошке Кемеңгерұлы. Әлиханның 1917 жылы жазды күні орыстардың ол кезде Ресей империясының конституциялық демократиялық партиясының қатарынан шыққанда, ол осы партияның орталық комитетімен 3 маңызды мәселе бойынша ортақ тілге келе алмаған айтқанда сылтау етті дейік. Өйткені ол кадет партиясына әлдеқашан кеткісі келген. Алаш жетекшісі кадет партиясынан кетуін 3 себеппен түсіндіреді. Бірінші, кадет партиясы қазақтың автономиясына қарсы шықты. Екіншіден, атаулы партия жердің жекеменшікке беруді қолдайды. Әлихан қазақтың жерін жекеменшікке берсек, бүкіл жерін көрші орысқа сатып жіберіп қарап отырады дейді. Ал үшінші себеп ретінде кадет партиясының орталық комитеті дін мемлекетке қарасын деген ұстанымына қарсылығын білдіреді. Ұлт көсемі Әлихан мұны Батыс Еуропа тарихы мен тәжірибесі көрсетіп отырғандай, мемлекет гүлденіп, өркендеу үшін діннен бөлек болуы тиіс деп түсіндіреді. Әлиханның бір сөзінде бар, мысалы, мен кадеттен не үшін шықтым деген. Сонда жауап ретінде жазады. Дін мемлекетпен бірге деген сияқты, мысалы, сол кадеттердің корпусында жазылған сияқты, сол құрамында болғандықтан Әлихан айтады, мен келіспейтін жерім осы, дін бөлек болу керек. Ол мемлекеттің ішкі шаруасына араласпау керек. Яғни ол кезінде, мысалы, бізде дінде атам заманда бұрын бөлек болды, мысалы, халифат деп қарайды да, жаңағы Орта Азия бойынша Ташкентте немесе басқа қалаларда болды. Сол сияқты расында да дін мен мемлекетсін бөлек қарастыру, сол жаңағы Алаш, оның үстінде Әлихан, лидер Әлиханның көзқарастарынан да байқауға болады. Біз Орталық Азия мемлекеттерімен бірге бола алмаймыз. Неге дегенде ат пен есек бірге бола ма деген сияқты. Екеуінің жүрісі де бөлек, сол сияқты соны салыстырғанда, сол жаңағы аттарлы айтылған сөздің өзінде де шындық бар. Және бір-біріне салыстыруға келмейтін дүниелер екен. Өйткені біз мемлекет ретінде баю үшін ол діни фанатизм, жаңағы догмалық, жаңағы стереотиптік көзқарастардың бәрі кешеуілдетеді, артқа шегіндіреді. Мемлекеттің дамуын тежейтін фактілер, діни жаңағы барлығы осындай. Сонда Әлиханның жаңағы ақтарлы сөзінің оқуы арқылы біз жаңағы дін мен мемлекеттің бір-біріне ешқашан қабыспайтынын анық көруге болады деп айтады. Қай ел болмасын, шаруасы өркендемей, ғылымы мен пән өнері марқаймай, терезесі тең ел болмайды. Қошке Кемеңгерұлы. Алаш зиялылар өздерінің алдына қойған мақсаттарының ең бастысы оқу, білім, рухани дамымай, ол ел, мемлекет алға жылжуы, тәуелсіздікке, еркіндікке жетуі мүмкін емес. Өздерінің зиялылар әрқайсының қызметінде де, атқарған жұмыстарында да, мынау Алаш партиясының бағдарламасында да осы мәселені баса көрсетті. Оқу ағартуға байланысты, дінге байланысты мәселе, дін мемлекеттен бөлек тұрады деп, және мына Алаштың көсемі болған Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейхановтың өзі осы халықтың рухани дамуында өркениетті. Алдағы өзімізден ілгері жүрген мемлекеттердің қатарына. Мысалы үшін, неге Орталық Азиямен бірге болмауды? Әлихан Бөкейханов айтты, егер Орталық Азиямен біріксек, онда есекпен түйені қатар жеккен сияқты боламыз деп. Сондықтан өркениетті батыс жақтан. Және өздерінің қазақ газетінің эмблемасында қарап отырсаңыз, қазақ эмблемасы болса түңлік батыстан ашылған. Қазақ газетіндегі киіз үй суретінің есігі мықтап жабылған. Ол жат дүние танымды қабылдай бермей, тек өзімізге керек дүниені ғана алып отырайық дегенді меңзейтін. Указной молдалар қазақ дәстүрін жоюды мақсат тұтты. Бұл мақсатты олар ең әуелі аналарымызды қоғамнан шектету, аластау арқылы жүзеге асырғанын білдіреді. Еуропалық саяхатшылардың жазбалары бойынша кейінгі этнографиялық деректерінде бір кездері ән айтып, айтысқа, сөз айтысқа емін-еркін түсетін еркін ойлы қыз-келіншектердің қараңғы тіршілікке ақырында бойсына бастағанын аңғарамыз. Айтыңызшы, еш нәрсе көрмеген, білмеген, еркін ой пікірінен қағылып, қоғамнан аластатылған ана баласын қалай тәрбиелей алады?
Құлқын ойлаған діншілдер қыз балаларды тым ерте тұрмысқа беру, жас баланы шалға қосуды заңдастыру сияқты абыройсыз істерге де емін-еркін араласты. 1914 жылы Алиханның «Мұсылмандар съезі» атты мақаласында қыз балалардың тағдыры мен қазақ тілі мәселесі қозғалады. Алихан өзгерістерін енгізген ұсыныстары бойынша қазақ қызының тек белгілі жасқа толғанда ғана күйеуге беруге болатыны, және қыз бала тек өз еркімен ғана күйеуге шығуға құқылы екенін жаздырып қалған. Бұл мына қараңыз, Ресей мұсылмандарының жалпы съезінде айтылған нәрсе. Сосын мына қараңыз, біз әдетте қазақ қызының, қазақ әйелінің бұл айтқанда тең құқылық алуын біз кеңес өкіметімен байланыстырамыз. Ал мына қараңыз, 1917 жылға дейінгі қазақтың шыққан тұңғыш 3 романы бар, мәселен, дұрыс па? Бәрі де қазақ қызының тағдырына байланысты. Міржақып Дулатұлының бақытсыз жамалы, Спандияр кенженің қалың малы, немесе Сұлтанмахан Торайғырұлының Қамар сұлу. Бөрікпен ұрғанда құламаса, балиғат жасына жеткені деп үкім шығарған молдаларға қарсы алаш арыстары қыз баланың ерте тұрмыс құруы денсаулығына зиян екенін дәлелдеп, қыздардың неке құру жасын 13-тен 16 жасқа ұзартады. Сонымен қатар, осы съезде ұзақ тартыс таластан кейін Ресей империясындағы мұсылмандарға ортақ тіл ретінде татар-түрік тілі бекітіледі. Араб-парсы сөздерімен мидай араласып кеткен татар тілінен қазақ тілі әлдеқайда таза тіл. Осы кезде қазақ тілінде де араб-парсы сөздерімен тілдің шұбарлануы көкейкесті мәселелердің қатарынан орын алып еді. Жат сөздер тілімізге екі жақтан кіріп жатыр. Бірі араб, парсы сөздері, молдаға оқығандар. Екіншісі орысша оқығандардың европалық сөздері деп жазады Мұхамеджан Тыншбайұлы бұл туралы. Түрік затты халықта біздің қазақтай бір жерде тізе қосып, қалың отырған іргелі ел жоқ. Анық түрік затты халық тілі біздің қазақта. Әлихан Бөкейхан, 1914 жыл. Алаш арыстары ғылымның сан саласы бойынша ғылыми еңбектер мен оқулықтар жазды. Олар қазақта алғашқы болып гуманитарлық және жаратылыстану салалары бойынша қазақ оқу ағарту ісінің жүйелі іргетасын қалап кетті. Қазақ зиялылары мына халықты рухани жағынан шыңдауды, олардың көзін ашуды, оларды рухани мәдени жағынан ілгері жылжытуды басты мақсат етіп қойды. Өйткені рухани жағынан толысқан халық қане толық тәуелсіз де бола алады, оқып көзде ашық алға жылжи алады. Сол кезеңде мысалы ең бірінші көтерген мәселелердің бұл халықтың тарихын түгендеу. Тілін, тарихын, мәдениетін түгендеу болса, осы тарихты жазуға байланысты былай дейді, діни мәселелерде, мысалы дейді, тарихты жазуға дүмше молдалар, қожалар қарсы дейді. Неге қарсы? Себебі айтады дейді, бұл Құдайдың сөзі ме, әлде жаңа Құранда жазылған ба? Ол қайдан білет, бұл Алланың ғана жазуымен болады деп айтады дейді. Ал бұл шын мәнінде көз ашық, көкірек ояу адам айтатын сөз емес. Тарихты жазуымыз керек. Егер біз бүгінгі тарихымызды, кеше өткен тарихымызды байланысты қарай алсақ, ол ертеңгі кезеңіміз қалай болатынына болжам жасай аламыз. Атамекенді сүю, оның тұтас мүддесіне қызмет ету, осы жолда әрқашан қызмет етуге, керек болса, жан пида қылуға дайын тұру болып табылады. Мұстафа Шоқай. Алаштықтар қазақ газетінің әрбір санында дамыған елдердің тарихы мен даму үрдістері, ұлттық тарих, ғылым, білім, түрлі гуманитарлық сала бойынша мәселелерді көтеріп отырды. Ұлттық құндылықтар мен заманауи ғылым білімді негізгі бағдар еткен алаш арыстары әлі күнге дейін бәрімізге болашаққа жол сілтеп тұр. Қастерлі алашымның, қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Қастерлі алашымның, қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын.
желбіреткен